Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз үй жануарларын асырау және серуендету. Алматы қаласы маслихатының 6-шы шақырылымында Алматы қаласында иттер мен мысықтарды асырау және серуендету ережелері бекітілді. Ережелер мына қағидаларға негізделген: 1. Жануарларға ізгілікпен қарау. 2. Жануарларды қатыгездіктен қорғау. 4. Адамгершілік тұрғыда жануарлардың санын есепке алу және реттеу. 4. Ветеринарлық, санитарлық және қаладағы індет ошағы мен эпидемиологиялық жағдайлардың тиісті ережелерін орындауды қамтамасыз ету. Үй жануарларын асырау. Алматы қаласының аумағында асыранды иттер мен мысықтарға чип салынады және олардың барлығы бірыңғай дерек базасына тіркеледі. Жануарларға чип салу кепілдемелік сипаттама екенін айта кеткен жөн. Үй жануары тіркелгеннен кейін оның иесіне ветеринарлық паспорт беріледі. Иттің немесе мысықтың иелеріне 90-на 1 рет жануарларды тері паразиттері мен гельминттердің алдын ала емдеу ұсынылады. Сондай-ақ құтыруға қарсы вакцинацияны жасына қарай салдыру тиіс. Санитарлық зоогигиеналық талаптар сақталған жағдайда ғана иттерді немесе мысықтарды асырауға рұқсат етіледі. Яғни өзіне тиесілі тұрғын алаңында және оған іргелес аумақтағы адамдардың қауіпсіздік нормалары сақталған жағдайда ғана асырауға болады. Иттерді басқа адамға немесе жануарларға шабуыл жасай алмайтын немесе қауіп ала алмайтын аумақта асырау қажет. Иттер күзеттің аумақта қабаған иттен сақ болыңыз деген жазуы бар ескерту белгісі қажет. Үй жануарларын дұрыс асырамай, яғни көршілердің мазасын алған жағдайда оларды асырауға тыйым салынады. Олар сот шешімімен тәртібімен тартылып алынады. Егер сіздің итіңіз адамды қауып алса, немесе мысығыңыз тістеп, тырнап алса, онда жануарды тексеру үшін ветеринарлық клиникаға апару керек. Жануарды ветеринарлық клиникаға жеткізу мүмкін болмаса, онда ветеринарлық дәрігерді үйге шақырыңыз. Жануар кемінде 10 күнде бақыланады. Бақылау кезеңінен кейін ветеринарлық дәрігер жануардың денсаулығы туралы анықтама жазады. Иесі зардап шеккен адамға жануардың денсаулығы туралы анықтаманы көрсетеді. Алматы қаласының аумағында мыналарға рұқсат етілмейді: тұрғын үйлерде ит және мысықтарға арналған үйшік, қонақ үй және питомниктер ұйымдастыруға. Ит немесе мысықтарды жалпы пайдаланымдағы орындарды, мысалы баспалдық алаңдары, жертөлелер, шатырдың асты, іргелес балкондар немесе лоджиялар және жалпы пайдаланымдағы басқа да қосалқы үй-жайлар және үйдің маңындағы аумақтарда, жеке тұрғын үйлердің үй маңындағы аумақтарын басқа жатақханалардың асханаларында және дәліздерінде ұстауға. Үй жануарларын саяжай немесе бағбандық бірлестіктер аумағында күтімсіз және қадағалаусыз қалдыруға. Иттер мен мысықтарды бақылаусыз өсіруге. Иттерді және мысықтардың терісі мен етін пайдалану мақсатында аулауға, сатуға. Зорлық-зомбылық көрсетуге. Иттерді адамдарға немесе жануарларға айтақтауға, айдап салуға. Төбеттер айқасын ұйымдастыруға және өткізуге болмайды. Иттерді серуендету тәртібі. Иттерді немесе мысықтарды серуендетуді кезінде иелері мына талаптардың қатаң сақтаулары қажет. 3 айлық жасқа дейінгі күшіктер және бойы 25 сантиметрге дейінгі декоративтік иттерді жалпы пайдаланымдағы орындарға қысқа мойын жіппен және тұмылдарықпен шығару керек. Серуенге шығарғанда айналасындағылардың мазасын алмай және кедергі келтірмеу керек. Аулаларда кіребестерді, баспалдық алаңдарын, лифтілердің, балалар алаңдарын, жолдарды, жаяу жолдары, гүлзаларды, саябақтары, демалу орындарын ластамау. Серуендету орындарында иттердің немесе мысықтардың табиғи физиологиялық мұқтаждықтарын қанағаттандырған жағдайда иелері өз иттерінің нәжістерін жинау керек. Ит иесі көшеден өткенде немесе магистральға жақын жерлерде жол көлік оқиғалары мен жол бойында иттің өлімін болдырмау үшін мойын жібін қысқартып ұстау қажет.
Иттің иесіне итті белгілі бір уақытқа қысқа мойын жіппен және тұмылдырықпен дүкендердің немесе басқа да мекемелердің алдында байлау қалдыруға рұқсат етіледі. Бірақ ит адамдардың және автокөліктің жүруіне кедергі келтірмеу тиіс. Қала аумағында рұқсат етілмейді. Алкогольмен және есірткімен мас күйіндегі адамдарға қоғамдық орындарда итті серуендетуге және көлікте алып жүруге. Иттерді ауладағы балалар ойнайтын және спорттық алаңдарда, мектепке дейінгі және оқу орындарының аумақтарында, емдеу мекемелерінде, тыйым салынған ескерту белгілері орнатылған жерлерде, мұндай белгілерді тек жергілікті атқарушы органдар, яғни қалалық және аудандық әкімдіктер қоя алады серуендетуге. Иттерді жағажайда серуендетуге, қоғамдық шомылу орындарында, тоғандарда, субұрқақтарда және су қоймаларында жануарларды шомылдыруға және жуындыруға, жануарды жабық жүк салатын бөліктерге тасымалдауға, сондай-ақ терезесі тығыз жабылған автокөліктердің салонында қараусыз қалдыруға болмайды.